Ассалаумағалейкум, ардақты алаш жұрты, құрметті ұлы көшке мүдделі қауым, сіздерге бүгін бір сүйіншілі хабарды жеткізуді жөн көріп эфирге шығып отырмын. Біз партиямызды тіркету мақсатында бастамашыл топтың алғашқы өтінішін әділет министрлігіне тапсырдық бүгін. Осы жерде басын ашып айта кетейін. Біз Қазақ Арман деген атауды, партияның алғашқы қойған Қазақ Арман деген атауын атамекен деп өзгерттік. Себебі партиялар туралы заңның 7-ші бабының 2-ші тармағында ұлттың, ұлыстың, жердің деген сияқты атауы партияның аты болмау керек деген норма бар екен. Басында біз тәжірибеміз жетпей қалған болу керек, ескермептік. Сол заңға құрмет еттік бүгін сол нормаға. Сөйтіп, ақылдаса келе атамекен деген атты қоюды жөн көрдік. Атамекенде қасиетті ұғым, қазақтың ұстанған қасиетті ұғым, құндылық. Бұлай қарап отыратын болсақ, Қазақстан біздің тарихи атамекеніміз, үлкен атамекеніміз. Ал шекараның сыртында қалып қалған Шығыс Түркістан, Баян-Өлгей, мына жақтағы Омбы, Астрахан, мынау Ташкенттің бер жағындағы Төле би бабамыз жатқан жерлердің бәрі қазақтың байырғы атамекендері. Сондықтан бұл атамекен деген сөз тек қана Қазақстанның территориясымен шектелмейді, барлығымыздың көкейімізде жүрген сол атамекенімізді қамтиды. Сондықтан бүгіннен бастап партияның атауы атамекен деп аталады. Ал құрметті ұлы көшке мүдделі қауым, сол бүгін қасиетті жұма күні жеті-желпегімізді бысырып, аруақтарға Құран бағыштап, сол құжаттарымызды апарып, сағат 10 мен 11-дің арасында Қазақстан Республикасының әділет министрлігіне тапсырдық. Құдай қаласа бүгін кешкі сағат 7-ге дейін өтінішіміздің қабылданғаны немесе қабылданбағаны туралы бізге хабарлайтын болады. Егер Алла тағала қолдап, көпшіліктің тілеуі орындалып, бұл өтінішіміз қабылданып жатса, онда съезге немесе құрылтай ашуға рұқсат береді. Біз 3 айдан артық емес уақыттың ішінде 5000 адамның қолын жиып құрылтай өткізетін боламыз. Сосын ары қарай үлкен тіркеуге береміз. Ал енді ұлы көшке мүдделі қауым, бүгінгі сіздерге жеткізетін жаңалығымыз осы. Бұл уақыт тудырған партия, халықтың өзінің қалауымен құрылған партия, бағыты айқын, президентіміздің игі бастамаларымен саясатын қолдау, жүргізіп жатқан реформасымен берген тапсырмаларының мүлтіксіз орындалуына көмектесу, билікпен ұлы көшке мүдделі қауымның арасын нығайту, жақындату, одан қала берді ішкі және сыртқы көші-қонның проблемаларын шешу, толып жатқан осы саяси процестердің бәріне араласатын боламыз. Ал ардақты ағайын, кешкі жаңалықты күтіңіздер. Құрметпен, Ауыт Мұқибек, 2023 жылдың 3 ақпаны.